Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Ардақты ағайын, ипотекаға үй алуға бола ма тақырыбында көптің сұрауы бойынша сөз қозғаймыз. Бірден подписаться мәзірін басып, каналды қолдай отырыңыз. Баспана, киім-кешек, құрал-сайман, көлік секілді адамның негізге қажеттілігі біреулер ата-анасынан қалған мұраға ие болады, басқалары өз күшімен үй салу немесе дайын ақшаға үй сатып алу арқылы баспанаға қол жеткізеді. Қазіргі таңда несиеге немесе бөліп төлеу шарттарымен үй сатып алу, яғни үй сатып алып жатқандардың саны көбеюде. Себебі қарапайым адамға үй сатып алу үшін қомақты соманы жинау оңай емес. Сондай-ақ мемлекеттің тұрғын үй бағдарламалары халыққа тиімді әрі қолайлы болып тұр. Осы ретте ислам дінінің өсіммен ақша алуға және беруге қатаң тыйым салғанын ескеру қажет. Құран кәрімде Алла саудаға рұқсат бергенмен өсім қорлыққа тыйым салады делінген. Бақара сүресінің 275 аятында. Демек, ипотекада тыйым салынған әрекеттерге жатады. Алайда көптеген ислам елдерінде және зайырлы мемлекеттерде ипотеканың шариғат шарттарына сай келетін түрі де бар екенін біле жүргеніңіз дұрыс. Бүгінгі таңда ислам ипотекасының 3 түрі жұмыс істейді. Ижара, кейін сатып алу үшін жалға беру. Мурабаха, мерзімі ұзартылған сауда-саттық. Және мушарака, кредитор мен клиенттің жылжымайтын мүлікке бірге иелік етіп, түскен табысты қақ бөлуі кезіндегі азаймалы үлес. Бірінші, мурабахада банк клиент үшін тұрғын үй сатып алады және оны төлеу мерзімін ұзарту арқылы үстеме бағамен сатады. Қорытынды құны барлық мерзімге анық және белгіленген болып табылады. Бөліп төлеу арқылы клиент банктен үйді сатып алады. Екіншіден, ижарада банк мүлікті сатып алып, клиентпен лизинг шартын жасайды. Лизинг мерзімінде мүлікке қатысты меншік құқығы және оны иемденуге байланысты барлық тәуекелдер банкке өтеді. Үшіншіден, мушаракада сатушы, клиент және банк үш жақты шартқа қол қояды. Түскен пайда алдын ала келісілген үлес бойынша тараптар арасында бөлінеді. Сонан соң клиент банктен өз үлесін бірте-бірте сатып ала бастайды. Жоғарыда айтып өткендей, ислам ипотекасының басты ерекшелігі қарызға берілетін ақшаға пайыз емес, үстеме баға қосылады. Ол тауардың өзіндік құны мен оны сату құны арасында анықталады. Үстеме баға алдын ала келісіліп, ипотека толық төленіп біткенше сақталады. Сондай-ақ банк клиенттің серіктесіне айналады. Сөйтіп тараптар тәуекелдің тең бөліседі. Бұл жүйеде жылжымайтын мүлікті рәсімдеу және сатып алу шығындарын банк төлейді. Ал коммерциялық банктерде ипотекалық несиелендіру кезінде займшы өз қаражат есебінен тұрғын үйдің бастапқы жарнасын төлейді. Ал оның қалған сомасы банк тарапынан өтеледі және үй банкке кепіл ретінде рәсімделеді. Банк клиентке ақшаны пайызға береді. Сонымен қатар ай сайынғы борышы уақытылы төленбеген жағдайда үстемақы тағайындалады. Мұндай әрекет шариғат принциптеріне қайшы. Хасан Аманқұл ұстаздың мақаласынан.